зарядталған бөлшектердің үлкен үдеткіштерін құру. Егер де тарихқа қарасақ, ең бірінші үдеулеткіш 20 ғасырдың басында құрастырылған болатын. Дәлірек айтқанда, 1932 жылы Резерфорд лабораториясында Конкрофт пен Уолтон екі қызметкері алғашқы болып жасанды ядролық реакциясын өткізетін құрылғыны жасаған болатын. Конкрофт пен Уолтон генераторында литий атомы ыдыратылған болатын. Осы әрекет үдеулеткіш ядролық физика мен бөлшектер физикасының бастамасы болатын. Біраз уақыттан кейін 1935 жылы циклотрон деп аталатын жаңа құрылғы жасалынған. Оның авторы Лоурен үдеулеткіш физиканың жаңа эрасына ашқан болатын, ал циклотрон енді бөлшектер физикадағы ең басты құрылғы болып саналған. Оның көмегімен энергияның жаңа түрін алуға, жаңа бөлшектерді үдеулетуге және бұрын байқалмаған бөлшек ағындарының интенсивтілігін алуға мүмкін болатын. 1940 жылы бетатрон деп аталатын жаңа құрылғы құрастырылды. Оның авторы Керст жеңіл бөлшектерді үдеулететін құрылғыны жасаған болатын. Оның себебі циклотронда тек қана ауыр бөлшектерді үдеулетуге мүмкін болды, өйткені олар әртүрлі релятивистік шамаларға тәуелді болатын. Яғни олардың жылдамдықтары жарық жылдамдығына жақындаған сайын, ол осы бөлшекке энергия беріп, оның үдеулеткен электромагниттік толқынмен резонанстан шыққан. Бетатронда ол өзгертілгендіктен электрон сияқты жеңіл бөлшектерді үлкен энергияға үдеулетуге мүмкіндік туды. Алайда бетатрондағы үдеулету процесінің темпі өте төмен болғандықтан, үдеулетудің жаңа тәсілдерін мен принциптерін ашуға тура келді. Сол себепті, соғыстан кейінгі 1946 жылы жоғары жиілікті техниканың дамуы уақыты кезінде американдық ғалым Альварес жаңа принцип пен жаңа үдеулеткіш машинаны ойлап тапқан, яғни дрейф түтікшелері бар түзу сызықты резонансты үдеулеткіш. Осы үдеулеткіште бөлшектердің түріне және типіне қарамастан, олар өте үлкен энергияға үдеулене алды. 1959 жылы бұрынғылардан мүлдем басқа машиналар синхротрондар пайда болады. Оларды күшті фокусталған синхротрондар деп атаған. Осы жерде бөлшектер шоғыры шеңберлік траектория бойымен ғана қозғалады. Осы жолда бөлшектерді ұстап тұру үшін күшті магниттер қолданылған болатын. 1961 жылы үдеулеткіш физика үлкен жетістіктерге жеткен болатын. Егер де бұрын үдеулеткіштерде бөлшектер шоғыры тыныштықта тұрған нысанаға соғылса, енді олар бір-бірімен коллайдер деп аталатын машинаның ішінде соқтығысқан болатын. Осы құрылғыда өте үлкен энергетикалық соқтығысу ие болатын бөлшектерді зерттеуге болады. Бөлшектер шоғыры тыныштық нысанаға түскен кезде, осы шоғырының энергиясының көбі барлық жүйенің масса центрінің қозғалуына бағытталған, ал коллайдердің ішінде екі бөлшектер шоғырының энергиясы толығымен пайдалы жұмысқа кетеді. Алайда коллайдерде барлық бөлшектер шеңбер, яғни сақина бойымен қозғалады. Егер де біз жеңіл бөлшектер туралы айтсақ, онда осы жағдайда жеңіл бөлшектер синхротронды сәулелену деп аталатын сәуле шығара бастайды. Оларды тезірек үдеулете бастасақ, олар өзінің энергиясын енді көбірек осы сәулеленуге жұмсайды бастайды. Сіз коллайдерге энергияны жұмсайсыз, ал бұл энергия сәулелену арқылы қайтадан босатылады. Ауыр бөлшектер үшін мұндай проблема жоқ. Алайда жеңіл бөлшектерді зерттеудің қажеті болғаннан кейін, бөлшектер тура траекторияда соқтығысатын түзу сызықты коллайдер ойлап табылған. 1987 жылы Брюкхвейнде осындай құрылғы жасалған болатын және әлі күнге шейін әлемдегі ең ұзақ және ең түзу құрылғы болып саналды. Оның ұзындығы 3,2 км, миллиметрге дейін дәлдікпен құрастырылған. 2005 жылы көпшілікке мәлім қатты фокустайтын синхротронның негізінде құрылған үлкен адронды коллайдер құрастырылды. Бұл құрылғы бөлшектер физикасында жаңа горизонттарын ашады. 2013 жылы Хиггс осы коллайдердің көмегімен жүргізілген ғаламдағы массаның пайда болуының зерттеулері мен Хиггс бозонын ашқаны үшін Нобель сыйлығына ие болады. Егер де заманауи бөлшектер физикасына үңілсек, онда 2017 жылы өте дәл түзу сызықты сирек бөлшектерді үдеулеткіш құрастырылған. Олардың сиректілігі сонша, олардың шоғырын жасауда өте қиын болып табылады.